ей сен бала сабағыңды оқымасаң мал бағасың ертең деп қорқытып айтушы еді маған бала кезімде. Мен 90-шы жылдарда туғанмын. Біздің бала кезімізде фермердің имиджі бір қайдағы жоқ кір үстінен иісі шығып тұратын бір кедей адам елестететін. Бірақ ең қызығы осыдан 30 жыл уақыт өтіп кетті. Бұл стереотип бірақ әлі күнге шейін өшпеді. Біреуге фермермін десең, баяғы сол ескі образ көз алдына келеді де тұрады. Бірақ неге біз Америка, Бразилия, жалпы Европаның фермерлерін айтқан кезде көз алдымызға бай, керемет, ковбой сондайларды елестетеміз де, Қазақстанның фермерлері десе жағдайы нашар, өз күнін әрең көріп жүрген сондай адамды елестетеміз. Бір құдды қолына мал баққаннан басқа ештеңе келмейтін адам сияқты. Меніңше фермерлер даланың да қаланың да тілін меңгерген, бес қаруы сай, керек десең өзі ветеринар, өзі маркетолог, өзі блогер, өзі саудагер, бизнесмен, жалпы не керек барлық саланы меңгерген мықты азамат немесе азаматшалар деп айтар едім. Сондықтан қазақстандық фермерлердің образын жоқшылықпен емес, кәсіпкерлікпен байланыстыратын кез келді. Дала бұл бабадан қалған керемет аманат, ал сол аманатты игеріп, сол даланы пайдаланып, қолданып жүрген фермерлер нағыз құрметке лайық сала мамандары дер едім. Сөйлеген Қараторғай, Далакент берекенің мал шаруашылығын бастау. Мына видеоны достойный фермер достарыңызға жіберіп қойыңыздаршы, бір марқа етпасын.